болғандықтан кішкене планеталар, ғаламшарлардың эмоциясын қайта байқайсыз ба? Орныңыздан иә, бұл жер, яғни жер не істеп тұр? Өзінің махаббатын көрсетіп тұр, иә? Келесі. Мынау ше? Мына жер не істеп тұр? Жер жылап тұр, иә? Келесі. Мына жерде ше? Жер қатты қуанып тұр, иә? Келесі. Мына жерде? Келесі жер қатты ашуланып тұр, иә? Жер не үшін ашуланады? Себебі ол ластап бара жатыр. Иә, өте дұрыс айтасыңдар. Бұл қазіргі біздің жер ғаламшарымызда болып жатқан өте бір ауқымды мәселенің бірі, иә? Сол үшін жерді ашуландырмау үшін. Иә. Енді осы жер сияқты жақсы көңіл күймен біздің бүгінгі сабағымызға аяқ басар, иә? Отыра қойыңыздар. Енді үй жұмысынан бастайық. Үй жұмысы ең бірінші Сұлтаннан бастайық. Аспан күмбезі бақылаушыға киіз үйдің төбесі сияқты болып көрінетін күмбез. Күн, ай, жұлдыздар, тағы да басқа аспан шырақтары бізден өте қашықтықта болғандықтан олардың ара қашықтығын айырмашылығы бізге сезілмейді. Сондықтан олар аспан күмбезінде орналасқандай әсер береді. Ашық далада аспан жалпайып көрінеді. Яғни күмбездің төбесіне қарағанда оның іргесі көкжиек қашықтағындай болады. Жақсы, жарайсың. Мысалы, жұлдыздарды жоғалтпай, сабақ соңына жинап отырыңыз. Қожақты оқушысын, нашылықтан азат оқысын. Үй жұмысы. Құс жолының жылқысы мен дөңес тұсын сақина қошап тұрғандай көрінеді. Күн құс жолының секундына 220 шақырыммен айналады. Құс жолының бір басынан екінші басына дейінгі арақашықтық 100 000 жарықтық жылды құрайды. Ал ені болса 1000 жарықтық жылды құрайды. Күн құс жолының ішіндегі орташа жұлдызы болып саналады. Болды ма? Келесі Айсана оқы ғой, Шолпан туралы жазып кетті. Шолпан аңызда дәрігер қыз болушы еді. Ол өзі сұлу, өзі ақылды, емші қыз. Сол үшін жігіттер бірінен соң бірі сөз айтып, ақыры оның соңы үлкен дауға айналды. Мұның бәрі өзінің кесірі болғанын сезген қыз елден алысқа кетпекші болады. Бірақ өз мол жетістіктерін шашып тұрғысы келеді. Сөйтіп таңға бере ол аспанға ұшып шығып, таң жұлдызына айналады. Халық оны Шолпан жұлдызы деп атап кетеді. Шолпан жұлдызы туралы кеңес аңыз, иә, атауының пайда болуына байланысты. Келесі Алихан оқы ғой. Жеті қарақшы үлпілдеп атты сұлу қазына ғашық болып ұрлап кетеді. Қазын қарақшылардан құтқарып алу үшін үлкендіктер әлі де жеті қарақшыны қуып жүр екен дейді. Жақында қалағанда ылғи да таң атып қала береді екен. Келесі Жанел. Ертегі болсын, ертегі аңыз. Бір кезде барлық аспан кемелері жиналды, бірақ ғаламшарлардың астероидтар түсіп қалды. Сол үшін олар түней қойған астероидтар ғаламшарларға шабуылдай бастады. Олар барлық астероидтерді жинап шабуылдады. Олардың барлығы әсіресе жерге қатты ренжіп, жерге шабуылдады, бірақ оларды Юпитер тоқтатты. Астероидтер одан қорқып енді ешқашан ғаламшарға түспеді. Бұл ертегіні өзің жаздың ба? Ғаламшарлармен астероидтердің арасында. Барлығыңыздікін қарап шықтың ба? Да. Жақсы, жарайсыздар. Нұрасыл, сіздікін қарадың ба? Сізде Шолпан туралы жаздыңыз, иә? Оқисыз ба? Оқыңыз Шолпан туралы. Шолпан атты бір емші қыз болды. Ол бүкіл ғұмыры ауру сырқауларды емдеп жазуға
өзі сұлу, ақылды, емші қызға жігіттер бірінен бірі сөз айтып, ақыры соңы үлкен дау жанжалға айналды. Ел арасында іріткі туа бастайды. Осының бәрі өзінің сұлулығы мен ақылынан оған sevген қыз елдер ұшып кетіп, халық оны шолпан жұлдызы деп атады. Это шолпан жұлдызының атауының пайда болуына қатысты аңыз зерделеген, иә. Жақсы жарайсыздар. Енді мен сіздерге жаңа үй жұмысына жұлдыздан таратып бердім ғой, иә. Енді сол жұлдызды сіздер мына ракета қалташасына саласыздар. Ең бірінші осы қалташаға, дорбаға өздеріңіздің аттарыңызды жазып қойыңыздар, иә. Сосын сабақтың соңында осының ішіне жұлдыздарыңызды саласыздар да маған өткізесіздер. Сол бойынша мен сіздерге баға қоямын. Есімдеріңді жазып қойыңыздар. Кез келген жеріне жаза берсеңіздер болады. Көрініп тұратындай болсын, иә. Енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымызға көшейік. Грамматикалық тақырыбымыз төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібімен тыныс белгілері. Біз өткен сабақтарда сіздермен осы төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібінің 4 түрін қарастырған болатынбыз, иә. Ең біріншісі, Айзере оқи қойшы. Бірінші мысалды. Иә, бұл жерде автор сөзі қайсысы? Бірінші Айзере жауап беріп жатыр. Ya, автор сөз біріншісі, ал екінші тұрған ол бізде не? Дұрыс, төл сөз, иә. Яғни бұл жерде ең бірінші орын тәртібі, яғни бірінші автор сөзі, екінші төл сөзді. Енді тыныс белгілеріне назар аударайық. Тыныс белгілері екі түрлі жолмен қойылуы мүмкін. Ең бірінші бізде тырнақша арқылы, иә. Одан кейін не бізде? Сызықша арқылы жазылуы мүмкін. Бұл бізде бірінші жағдай. Автор сөзі төл сөзінен бұрын тұрады. Екіншісі, Сұлтан оқи ғой. Қауым таппай мақтанға деді Абай Құнанбайұлы. Біріншісі төл сөз, екіншісі автор сөзі. Демек, бұл қандай орын тәртібі болып тұр? Автор сөзі төл сөзден кейін, екінші жазылды. Бұл жерде де тыныс белгілеріне қарасақ, тырнақша және де сызықша арқылы жазылған. Келесі, үшінші жағдай. Азарбай ғой. Абай Құнанбайұлы ұлым таппай мақтанба деді. Абай Құнанбайұлы ұлым таппай мақтанба деді. Бұл жерде төл сөз автор сөзімен бір арасында кездеседі. Өте дұрыс айтасың. Бұл жерде екіншісінде диалог ретінде жазылған, иә. Сызықша, ұлым таппай мақтанба, бүкіл сызықша деді. Келесі, төртіншісі, қыздар оқысын, иә. Аяру. Ұлым таппай деді Абай Құнанбайұлы ұлым мақтанба. Ұлым таппай деді Абай Құнанбайұлы мақтанба. Бұл жерде автор сөзі ортасында. Ненің ортасында? Төл сөздің ортасында тұр, иә. Енді бүгінгі күнді жазайық. Бүгін нешесі? Сәуірдің бесі. Тақырыбымыз жұлдыздар жымыңдайды. Енді мен сіздерге бүгін осы жұлдыздар туралы бірнеше мақал-мәтел алып келген болатынмын. Қазір сол мақал-мәтелдерді талқылайық, иә.
па? Бірінші мақал Алихан оқып қой. Үйінде ұл қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдызы бар. Осы мақалды қалай түсінесің? Қайтадан оқып қой, түсінбесең. Үйінде ұл қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдызы бар. Сонда? Үйде ұл қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдыз бар деген мақалды мен былай түсінемін. Сенің үйінде ұл балаң болса, сен қайтыс болғанша дейін сол ұл балаң сенің артынан жүріп, сенің пожелание деген қалай? Сенің қалауыңды, арманыңды орындайды. Жақсы. Айсана, сен қалай түсінесің? Үйінде ұл қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдызы бар дейді, мен былай түсінемін. Ол егер де әр үйде бала шағасы болса, ол балалар үй басқаруы дегендей, ол үйде көңілді болады және балалары ата-анасына қарап, яғанша қарап бағады. Айсананың ойы осы мақал мәніне өте жақын келеді. Яғни көгінде сөнбес жұлдызы бар деген мағынада, яғни артынан ұрпақ қалдыру, ұрпақ жалғастығы деген мағынада. Келесі екіншісін Аяр оқыңыз. Жұлдыз тумай ай болмас, жолында болмай бай болмас. Қалай түсінесің? Жұлдыз тумай жатып, ай болмайды. Яғни кіші нәрсе болмай, үлкен нәрсе болмайды деген мағынада. Мысалы, бай адамда бай болмасын, ең кішкентай нәрседен бастаған деген мағынада. Иә. Ол да жаңағы айтты ғой, кішкентай нәрседен деген. Үшіншісі зерде оқу. Үшіншісі. Зерде оқиын. Тақтадағыны үшіншісінен оқысай. Бөліп тұрған оқы. Келіп оқысаң болады. Арқасына бар. Ал, жақсы. Сонда, Нұрым, bunu қалай түсінесің? Жеті қат көктен жарты жұлдыз таппаған. Бір қат деймін. Сендер өтесіңдер ғой әдебиеттен. 7 қат жердің астына түскенде. Қанша қабаттан тұрады? Атмосфера алдыңызға қабаттағанда Алыш. ауа қабаты. Апай, Иә, Сұлтан ойын айтып қой. жұлдызда то, что жұлдыздан өте үлкен арақашықтық. Иә, дұрыс айтасың. Жұлдыздар бізден өте алыста орналасқан, иә. Біз көк аспанды, осы көкті өте шексіз үлкен деп есептейміз, иә. Тіпті сондай шексіз үлкен әлемнің өзінде тіпті жарты жұлдызды таппаған деген мағынада. Үлкен жерден тіпті кішкентай нәрсені де таба алмады деген мағынада. Түсінікті ма? Енді жаңа біз күнді жазып алдық қой, иә. Енді дәптеріңізге осы 3 мақалдың қайсысы сіздерге ұнады, соны жазып алсаңыздар болады. Кесте жазып алайық. Болдық па жазып? Иә. Енді қазір мен сіздерді бір-бірден шақырамын. Мына жерде мен сіздерге космостан, ғарыштан торт алып келдім. Осы торттың ішінде сіздерге төлсөз берілген. Соның ішінде қайсысы төлсөз, қайсысы ақыл сөз, соны табасыздар. Қазір Нұрасыл, келе ғой.
ішінде аман жүрсін. Сөйлеміңді әзірше оқи бер. Қайсысы төлсіз, қайсысы автор сөзі? Мен түнгі аспанда жұлдыздарға қарағанды жақсы көремін, деді сайлау. Қайсысы төлсіз, қайсысы автор сөзі? Төлсөз ол. Мен түнгі аспанда жұлдыздарға қарағанды жақсы көремін. Ал автор сөзі ол сайлау. Деді сайлау. Осыны тақтаға жаза қой, қалғанын сосын тақтаға жазамыз. Апай мен шықсайын, өтініш апай сайын. Қазір шақырам, бірінші нұрасы жазып болсын. Апай бізді жинайды ба? Иә, сендерде дәптерлерге жазыңыздар. Бірінші тапсырма. Апай өттіріңіз қой. Тынақшан жабылды. Екінші, жаңа сен шығып кеттің, иә? Бірінші нұсқасында тырнақшамен жазуға болады, екінші нұсқасында сызықшамен жазуға болады. Өтініш, башынан Екіншісіне жанна келе ғой. қалай өтіріңіз? Жұлдыз туралы бір дерек айт. Жұлдыз туралы бір дерек айт. Үш сабақ болды, аспан денелері туралы айтып келе жатырмыз, иә? Бір нәрсе есіңізде қалған шығар? Кез келген дерек. Сол жұлдыздардың аттарын айтсам болады. Қандай жұлдыздар бар? Аспан денесі бұл жұлдыз. Аспан денесі бұл жұлдыз. Аға? Сол тұра ғой. Апай, Келесі. өтініш. Асқар, келісемін, жұлдызда аспан өте әдемі, деді басын изеп. Төлсіз, келісемін, жұлдызда аспан өте әдемі, автор сөзді деді басын изеп. Сол кім басын изеп айтты? Кім басын изеп айтты? Асқар? Иә, сонда ол не болады? Төлсіз бе, автор сөзі ме? Автор сөзі. Яғни төлсіз автор сөзінің ортасында келіп тұр, иә? Жаза ғой. Қалғанды дәптерге жазып отырамыз.
жолын белгілеп, жолды адаспай тапқан. Қайсысы автор сөзі? Автор сөзі деді Сәуле, ал төл сөзі иә дұрыс айтса, олар темірқазықты үркерді таразының құс жолын белгілеп, жолды адаспай тапқан. Дұрыс. Яғни автор сөзі төл сөздің ортасында келеді. Жаза аламыз. Немесе арғы тақтаға жазсам болады. Жол белгілеп, жолды адаспай тапқан. Әлихан, қызықты емес па? Темір қазықты. Темір қазықты. Апа не үшін темірден басап қойды? Жұлдыздың атауы. Айзере келе ғой. Табиғаттағы өзгерістер аспан шырақтары мен жұлдыздарға тікелей байланысты, деді Асқар. Ең көп
жұлдыз туралы қазақтың қандай наным сенімін білесің? Жұлдыздарға қарап уақытты білген және де Тағы? Темірқазық, иә? Тағы? Жұлдыздарға қарап жол тапқан, иә? бұрынғы қазақтар андай жұлдыздарға қарап бағытты білген. Соңғы қалды. Нұрымбек. сауал былай деді жұлдыздарға қарап бағытты анықтауды қазақтар ертеден білген. Автор сөз қайсысы? Сауал былай деді. Екіншісі ше? Екіншісі ол Қайсысы? төлсіз. Төлсіз. Жаза ғой. Сайлау. Жұлдыздарға. Қазақтар. Жұлдыздарға қарап бағытты анықтауды қазақтар ертеден білген. Жазып болдық па? Келесі, енді бізде мынандай тапсырма. Осы қазақ тілі өте бай тіл, иә? Қазақ тілінде бізде жұлдыз, аспан, ай, тағы не бар? Ғаламшарлар, күн, солардың аттарына қатысты өздерінің балаларына есім қойып жатады, иә? Сондай есімдерді білеміз ба? Мысалы, кім бастайды? Айсана бастайды. Иә, бір-бірден айтып шығар, иә? Так, Айсана бізде шолпан деді, иә? Келесі Аяру. Өзіңнің есіміңді айтсаң да болады. Сенікі Аяру, иә? Яғни ай. Келесі Зердек. Кез келген көп қой. Басқа көп қой. Айтуға азыр. Айсұлу. Дінмұхамед сен ше? Күнсұлу айтып тастады, тағы басқа. Тағы? Олдар қыздар кез келген айта беріңдер. Жоқ. Айгүл. Айгүл. Алихан. Айсұлтан. Айсұлтан. Сұлтан тағы?
айсұлу айтып салдық қой. Апай. Айдин, жақсы. Алихан. Айсәуле. Айсәуле, өте дұрыс. Апай. Айман. Нұрым. Апай Азат. Жарайды, айтып қойсын, не болды? Айзат. Айбар. Айбар, жақсы. Тағы ай болып кетті ғой. Айта ғой. Жұлдызай, ғана жақсы. Айғаным. Айнел апай. Айнел, Айғаным. Айнел саған берген жоқпын жаңа. Иә, Айару айтасың. Тоғанай, өте жақсы керемет. Так, Сұлтан айта ғой. Айдана. Айдана, қандай қысқартылған есім? Білеміз бе? Айдың данасы деген мағына береді. Алихан. Айдар, жақсы. Айдар болды. Жұлдызжан. Баршат. Айжан айтып кетті. Айбар айтып кетті. Айдархан, жақсы. Жарайсың. Так, енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не үйрендіңіздер? Айбарыс керек. Қазір мен сендерге мына 3 космонавттарды берем. Иә? Осы космонавттарды сіздер өздерінің көршілеріне бересіздер. Түсінікті ма? Көршілеріңізді бағалайсыздар. Мысалға, мен қазір Сұлтанға берем де. Сұлтан, сен бүгін сабақты өте жақсы және белсенді қатыстың. Жарайсың. Сол себепті мен саған осы космонавтты бердім. Және сендер өздерінің көршілеріне беріп шығасыңдар. Ал көршілерің сендерге береді. Үнемі сендер өз... Бере берсем болады ма? Иә. Жұлдызды өзіңе салмаған үшін беремін. Рахмет. Мен саған жақсы өмір тілеймін. Азатқа Дінқамет әділдігі үшін берді, иә? Иә, өйткені ол өзінің жұлдызы. Жақсы. Мен де алғанда. Апай, если сені 4 жұлдызға қанша беремін? Зердеге. Оған ауысып келу керек еді. Так, енді бүгін сабақ туралы өз ойларыңды айтыңдар. Машқым айтпады. Сен немен бақыттымыз? Баста Сұлтан. Нені? Сабақ туралы, сабақта не үйрендің? Апай жіберсек қой. Сабақ соңында жіберші. Көп берді ма? Не білгенімді ма бұдан? Иә. Бізде бүгін төл мен автор сөзі туралы торт болды. Сол алып сөйлемді оқисың. Және айту керексің қайсы төл сөз және автор сөзі. Тағы да болды. Жанел айта ғой. Мен бүгін осы сабақта төл төлеу сөздерін ажыратуға үйрендім және мақалдардың мағынасын Жұлдыз туралы мақалдардың мағынасы. Зарина. Мен бүгінгі сабақта төл және төле сөздерді ажыратып және де жұлдыздар туралы жақсы мәліметтер бердім. Нағатадан Азат. Бүгінгі сабақта мен тәтті бәлішпен тақтаға шығып төл және автор сөзін ажыратқан Сол туралы. Тағы Айяла айтасың ба? бүгінгі сабақта мен көп нәрсе үйрендім. Жақсы. Енді маған өздеріңіздің қорытындарыңызды жинап беріп, тек сол бойынша мен күнделік берісінше көресіңдер. Аттарын жазыңдар ғой, иә?
Апай ол мен қазбалып жібереді. Қазан қанша? Алтау. Апай күнде салып апай менде бесеу емес қасқарымыз. Ё-моё, мынау алмай жатыр. Бересің ғой. Апай өзің Иә, өзің. Атын жаздың ба? Иә, ең көп қанша деп ойлайсыз? Алтау. Тоқтаңдар. Сабақ аяқталды деген сөз түсінбеген, иә? Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақтарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Үй жұмысы күнделікті газеттен көресіздер. Қызық